Сәлематсыздар ма, құрметті көрермендер? Тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Шәкәрімнің дарынды ұрпақтары, Ахат және Зият Шәкәрім ұлдары. Студия қонағы Құнанбай қажының ұрпағы, 6-шы ұрпағы Нұргүл Әлішерқызы. Хош келіпсіз. Нұргүл Әлішерқызы, Абай Шәкәрім ұрпақтары қазақ қоғамына қатты ықпал етті, рухани ықпал етті. Олардың негізгі мақсаты Абай Шәкәрімнің мұраларын халыққа жеткізу болатын. Яғни олардың миссиясы Абайдың Шәкәрімнің мұраларын қаз қалпында қазақ жұртына тапсыру болатын. Сол алдыға қойған мақсаттарына жетті. Алайда олар осы мақсат жолында біреулері қаза тапты, құрбандыққа шалынды, қиындықтар көрді. Бірақ та келер ұрпаққа Абай Шәкәрімнің мұраларын аманат етіп кетті. Енді Абай Шәкәрім мұраларын насихаттаған, оларды бізге аманат еткен ұрпақтары жөнінде не айтпақшысыз? Саламатсыздар ма? Сіздерге қайтадан сіздермен жүздесіп жатқаныма өте қуаныштымын. Енді осы жылы Шәкәрім атамызға 160 жыл толып жатыр. Соның қарсаңында осы Ахат сияқты, Зият сияқты ұрпақтарына арналған бағдарлама жасап жатқандарыңызға, халық арнасына үлкен алғысымды айтамын. Енді ұлы ақын Абай атамыздың әкеден 6-ау, шешеден 4-еу, жалғыздық көрер жерім жоқ деген өлеңінде 4 Құнанбайдың 4 әйелінен 6 ұл тарағандығын айтады. Сол үлкен бәйбішесі Күнкеден Құдайберді атамыз туылады, ал екінші әйелі Ұлжаннан Тәңірберді, Абай, Ысқақ, Оспан туылады. Үшінші әйелі Айғыздан Халиолла, Смағұл, ал 4-ші әйелі Нұрғанымнан бала көрмеген. Міне осы үлкен баласы, тұңғыш баласы Құдайбердіден Шәкәрім тарайды. Сол Шәкәрім баласы Ахат, Зият балалары. Шәкәрім Құдайбердіұлының тағдыры өте күрделі болды. Өйткені сол кеңес жүйесіндегі алпауыт заман деп айтайық, халықтың жаңағы аштық кезінде репрессияға ұшырауы, соның барлығы Шәкәрімнің жанұясы басынан кешірді. 1931 жылы Шәкәрім қажыны жазықсыз атып өлтіреді. Атып өлтіреді де құрқұдыққа лақтырып кетеді. Оның мүрдесі 30 жыл Құран оқылмай, сол саясаттың салдарынан құдықта жатты, көмусіз. Міне, енді 1961 жылы Шәкәрім ақталғаннан кейін 1961 жылы баласы Ахат құдықтан әкесінің мүрдесін теріп алып жер қойнауына тапсырады. Сол кезде сонау қарауылдағы ел жұрт жиналып, жаңағы алғаш рет Құран оқытылып, ас беріледі. Міне, осы жөнді айтыңызшы. Енді Шәкәрімдей ұлы тұлғадан туылған Ахат атамыздың өмірі бір өзі тұнып тұрған үлкен тарих. Әрине, осы Шәкәрімнің баласы болдау, Құнанбайдың ұрпағы болдау деп, Ахат атамыз байдың ұрпағы және бандиттің баласы, халық жауының баласы деп сотталып, азапты өмір көрген. Өте адам шыдамайтындай сондай қиындықтар көрген. Ол кісі 31-32 жылдары бидай салығын төлемеді деп түрме қабырғасына түседі. Сол түрме қабырғасына жатқан кезде бауырларының және де әкесінің жан түршігерлік қазасын естиді. Шәкәрімнің негізі 6 ұлы болған. Сол 6 ұлының ішінде Қабыш аштықтан өлген. Одан кейінгі Ғафур менен Баязид деген 2 ұлы, ол кісілер түрмеде жатып, өз-өздеріне қол жұмсаған. Сондай қиындық, әбден азаптан шыдай алмай өз-өздеріне қол жұмсаған.
Ғафур өз-өзін бауыздап өлтірген. Соның өзінде де Ахат атаның өзі де түрме қабырғасына жатқан кезде ол кісі де өз-өзіне қол жұмсағысы кеп кеуде тұсына, жүрек тұсына ине жіберген денесіне. Сол кейін сол тексерілген кезде ол ине сынып жүрек тұсына бір етке беріш болып бекітіліп кеткен екен. Ол көптеген жылдары осы Ахат ата өмірінен өткенге дейін сол ине өзімен бірге өмір сүрген. Енді Ахат атамыз көп жылдары осылай азапты өмір сүріп келіп, 40 жыл бойы ол кісі өз еліне жақындай алмай, Алматы қаласы басқа жерлерде қызмет жасап, ұстаздық қызмет жасап жүреді. Кейін өз еліне оралады. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін өз еліне, Абай ауылына оралады. Сол жерде Жидебай музейінде жұмыс істейді, қызмет атқарады. Және де кейін Семей музейінде де қызмет атқарды. Өзі жаңа біз айттық қой, шәкәрімнің ұрпақтарына басына қиыншылық түседі. Адам төзгісіз ауыр азаптарға шыдай алмай кейбіреуі жаңағыдай қиыншылық жағдайда қаза табады, аштықтан кетеді. Ал енді Ахат үнемі қашып жүріп, түрмеде жүріп, әкесінің мұрасын сақтап, жаңағы архивтерге, кітапханаларға өткізіп отырады. Енді Зият Шәкәрімұлы. Бұл кім деген сұрақ қойсақ, Зият Қытай елінде 31 жылы жаңағы кім мерт болғаннан кейін Шәкәрімнің қоңыр атына мініп Қытай асады. Қоңыр ат деген Шәкәрім Саятқарада тұрғанда өзінің жаңа жазбаларын жазып, елден жырақ өмір сүрген мақсаты жаңа мұраларымен айналысады ғой міне. Сол кезде оның қоңыр аты болады. Сол қоңыр ат туралы бірнеше өлеңі бар ол. Қоңыр ат деп жаңа мұңдасады да қоңыр атпен. Сол қоңыр аты өлең жазады ғой. Сол қоңыр аты Зият мініп жаңағы Қытай асады. Бұл Зият кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, өте талантты адам болған. Әкесінің мұрасын арқалап, Абайдың мұрасын арқалап, Қытай еліндегі қазақтарға, ұйғыр қазақтарына, ұйғырларға, қазақтарға жаңағы насихаттайды. Мектепте мұғалім жұмысына атқарады. Сонда жаңағы әртүрлі үйірмелерге қатысады. Әртүрлі спектакльдер, қойылымдар қояды. Сонда тіпті ұйымдастырып режиссерлық қызметтер атқарады. Оқуға түскен сол жерде, Қытайда 31 жылы асып барып, сол жерде режиссерлық оқуға түседі. Сол жерде әкесінің пьеса, поэмаларына өзі көріністер өзі орындап, өзі актерлық қойылымдар қатысып отырған. Сол жерде, сол Қытай елінде ол кісі 33 жасында үйленеді. Мунира деген анамызды алады. Сейітқазының қызы Мунира. Мунира деген анамызды алады. Ол Мунирадан 2 ұл сүйеді, бірақ бірінші үлкен ұлдары шешек ауруынан қайтыс болып кетеді. Одан кейін 38 жылы Мереке атамызда тулар жылы Зият атамызды Қазақстаннан кеңес өкіметіменен Қытай мемлекеті келісіп, ол кісіні ұстап, сол түрме қабырғасында атып тастайды Зият атамызды. Сол жылы Мереке ата тулады. Одан кейін Мереке атамыз 9 жасқа келген кезде анасы ауырып, анасы да қаза табады. Мереке атамыз Тәкежанның Әзімбайының баласы Берлештің қолында өседі. Сөйтіп кейін 54 жылы қайта Қазақстанға оралады. Қазақстанға оралып, 64 жылы ол кісі үйленіп, 4 бала сүйеді. Үлкен ұлы Нұрлан, одан кейінгі тағы да 3 қызы бар. Ол кісілер бәрі осы Алматы облысында, Алматыда тұрады, барлығы қызмет атқарады. Түгелін бала шағалары бар. Жақсы ұрпақтары бар. Ұрпақтары бар. Өте жақсы. Енді бүгінгі тақырыбымызға сәйкес бұл Шәкәрімнің ұлдары, дарынды ұлдары
Ахат пен Зият өте ақын адамдар болған. Егер әке мұрасын насихаттап, көп сол жаққа сақтап, көшіріп, жазып, халыққа таратып жүр, уақытының көбісі сол әке Абай Шәкәрім мұраларына арналды. Дегенмен өздерінің ақындығы керемет еді. Мысалы, Ахат Шәкәрімұлы 31-ші жылы әкесі қайтыс болғанда қарт өлімі деген ұзақ толғау өлеңін жазады. Ал 61-ші жылы жаңағы Құрқұдықтан қазып алғаннан кейін құдық деген өлеңін жазады. Үлкен толғау. Міне сонда бұл өзі әкесінің, Абайдың кім екендігін ашып айтады жаңағы. Өте өкініш білдіреді жаңағы, көңілсіз қалғанына әкесінің жаңа қиналысын білдіреді. Тіпті мына Гүлләр деген қызы түрмеде қамайды ғой енді сол кезеңде, бір алпауыт кезеңде, сонда түрмеде әкесінің жаңағы өлімін естіп жоқтау айтады. Ол жоқтаудың өзі бір керемет. Сонда қарап отырсаңыз, Шәкәрімнің бүкіл балаларының барлығы ақын, талантты болған. Шәкәрім Абайдан үлгі алып, тәрбие мәселесіне қатты қараған ғой. Абай өзі ықпал етті ғой, өзіңнің атаң Кәкітайды тәрбиеледі, е? Енді Шәкәрім Ысқақ ата менен Құдайберді ата екеуі бір үйде бірге тәрбиеленіп бірге өскен, бір күнке ананың қолында. Ысқақ атам Ұлжан анадан Абаймен бірге туылса да, әкесінің ұйғаруыменен Құдайберді жалғыз өзі өспесін деп, сол үйде өседі. Жетім қалған ғой енді әкесі. Құдайберді мен Ысқақ екеуі бірге өседі. Құдайберді кейін денсаулығы болмай, ол кісі ерте қайтыс болып кетеді. Ысқақ атам сол Құдайберді бауырының және де сол Шәкәрім бауырларына қамқоршы болады. Сол үйде өскендіктен күнке анасы осы Ысқақ атамды сол кісілер үйлендірді, сол кісі әйел әперіп, еншісін берген сол кісілер. Сондықтан сол Ысқақ атам менен Құдайбердінің, Шәкәрімнің ұрпақтары әлі күнге дейін сол тығыз байланыста, бір-бірімен туысқандықтары мықты болып кеткен. Ахат атамның бір өзінің естелігінде де айтылғаны бар. Кәкітай менен Кәкітайдың баласы Архам біздің үйімізді біздің үй деп атайтын, өзіміздің үй деп атайтын деп. Архам атам сондай бауырмал болған. Ахат атамның айтқаны бар, мен сомадай шал болсам да, Архам мені бетімнен иіскеп, құшақтап, маңдайымнан сүйіп, мені еркелетуші еді деп. Сондай бір-бірлеріне туыстық, қарым-қатынастары мықты болған. Қандай тәрбие, е? Енді Нұргүл Әлішерқызы, сіздің алдыңызда бірнеше фотосуреттер жатыр, е? Жаңа, меніңше осының барлығы Ахат атаңыздың өмір жолын айғақтайтын сияқты, осыған бір шолу жасаңызшы, Ахат атаңыз. Бұл менің өзімнің фотоларым, туысқандарымнан қолыма түскен оригинал фотолар. Мына жерде Ахат ата, оның қасында Арғынбек Ахметжанов. Бұл кісі Абай өлеңдеріне ән, роман шығарған, және Шәкәрім атаның өлеңдеріне тығыз байланыста болған. Және де мынандай жақсы фото бар. Арғынбеков деген кісі, солай ғой Арғынбек, бұл кісі естелік жазған ғой Ахат туралы, естеліктері бар. Мына фотода Ахат атаның үшінші әйелі Батима апа. Туысқандардың арасында ма? Туысқандардың арасында, мына кісі мен өз атам, Азат атам, өзімнің апам, Қарлығаш апам. Қазіргі таңда Қарлығаш апам бар. Ол кісі қартайды, 90-нан асты, осы Алматы қаласында тұрады. Одан кейін мына кісі Ниязбек аға Алдажаров. Бұл кісі Жидебайда музейде директор болып қызмет атқарған. Мына жерде Ағдария, Қоңыр Тәте деген кісілер, бұл кісілерді туысқандары.
Ахат атаңыз үнемі туысқандармен тығыз байланыста болған, иә? Өзі мынау Абай Шәкәрімнің ұрпақтары үлкен тәрбие, бір-бірімен үнемі тығыз байланыста, бір-біріне рухани ықпал етіп отырған өте бір тамаша тәрбиенің көзін көрген адамдар ғой. Мына кісі бұл жерде мынандай фото бар. Сәбит Мұқановпен бірге құрдас болған, дос болған. Араласқан. Ахат ата менен Сәбит Мұқанов. Одан кейін мынандай бір фотосы бар. Қызылорда қаласында тойда түскен екен. Мында Ахат атам өте сондай бойшаң, керемет, әдемі кісі болған екен. Енді мына Ахат атаң өте бір көркем, әкесі сияқты ұзын бойлы, сындарлы, өте мінезде бір ақ жарқын, тамаша білімдар адам болған ғой. Енді ақындығы бар, дарынды адам. Енді осы Ахат ата туралы жеке өзің көрдің бе? Қандай, не білесің деген сияқты өмірінде? Кішкене осы да бір қызықты болып тұр да, осыған бір мән бер. Енді Ахат ата қаншама өзінің азапты өмір көрседі, ол кісі бір кәрілікке бой бермейтін, мықты кісі болған. Сақал мұртын ақ шалса да, сонда өзінің денесін бәрін тік ұстайтын, бір өте әдемі, салмақты, сондай кісі болған. Мен енді өзім Ахат атаны көрген екем, ол кезде 4-5 жасар балам, бірақ есімде жоқ. Бірақ туыстарымның, бүкіл туыстарымның, ата-апаларымның, әкем, анам айтуы бойынша ол кісіні елестетіп білем. Енді әкем, шешем бәрі көрген екен ол кісіні. Ол кісі, анамның айтуы бойынша, ол кісілер тығылып, өлеңдер жазады екен. Шәкәрім атамыздың өлеңдері магнитофонға түсіреді екен. Сол кезде бір қорқынышты заман болды. Олар өздері осы сондай керемет адамдардан тарағанын қорқып, елге айтуға... Үлкендердің айтуы бойынша мұраны сөйтіп жинаған ғой. Енді Ахат атаның бірінші перзенттік борышы әкесінің мұраларын жинау болатын, сол кісінің өлеңдерін жинақтау болатын. Ол кісі қайта-қайта әкесінің өлеңдерін көшірмесін жасап, қайта-қайта жазып, әдеби институтына және де кітапханаларға өткізе берген. Кейін екінші перзенттік борышы әкесінің атын ақтап алу болатын. Жазғыздың құрбаны болған әкесін қайтадан атын халыққа қайтару болатын. Бұған Ахат атаның 57 жылы сол кезде басшылар Хрущев пен Ворошиловқа жазған хаты бар. Ол кісі қайта-қайта жазып, Шәкәрім әкесі Абайға туыс екендігін және де талантты сол кісінің шәкірті болғандығын, ол кісінің көптеген өлеңдері, жақсы тамаша ақындық қасиеті бар екен баяндап жаза берген. Сөйтіп 58 жылы Шәкәрім ақталды деген қағаз келеді. Бір сондай үлкен қуанышты хабар келеді. Сол кезде Ахат ата өлген әкесі тірілгенде қатты бір үлкен қуаныш болған. 1931 жылы жазықсыз атылып, көмусіз, Құран оқылмай, құрқұдықта 30 жыл жатты дедік, е. 61 жылы алып келіп, денесін жер қойнауына тапсырады ғой. Міне осы кезеңдегі мәселелерді айтыңызшы. Қалай жинап алды, қалай әрбір сүйегін жинап алды дейді ғой. Әрбір сүйегін шамаданға салып, жаңағы алып келген осы мәселені естеліктерде қалай айтып отыр? Үлкен, мысалы, Мінәш апайдың естеліктері болуы мүмкін, е? Иә. Енді Ахат ата жалғыз тірі қалған тұяғы болғандықтан, ол кісінің соңғы парызы әкесін қайтадан сол сұрқұдықтан қазып алып, арулап, қайтадан жер қойнауына тапсыру болатын. Әрине, әкесінің біріншіден денесін табудың өзі бір қиямет қайым болатын. Кейін, бірақта 61 жылы Ахат ата жатып қалған әке сүйегін жалғыз өзі барып, қазып алып келген. Абай атамның інісі
Ысқақ немересі Архамның, Мінаш апамның естелігінде, мынандай естелік кітабында былай делінген. 61 жылы 16 тамыз күні кешке жақын Мінаш әжеме Сарқыт жеңгесі жүгіріп келеді, Шағатай ағасының әйелі жүгіріп келіп кешке жақын қажының сүйегін алып келді, әбәт атам деп. Сол кезде Мінаш апам қажының сүйегі, Шәкәрім атаның сүйегі Бақанаста екенін білседі, қай жерден қашан деп есі шығып кетті. Сөйтіп екеуі үйге жүгіріп барса, Шағатай атамыздың үйіне жүгіріп келсе, үйде Ахат ата отыр екен. Мінаш әженің алдынан шығып, ол кісі қалқам, атаңды алып келдік деп басқа айтуға шамасы келмеді, басқа сөз айтуға шамасы келмеді. Содан кейін Мінаш әжем аға, қажы атам қайда десе, арыстай атаң мынандай кішкентай ғана шамадан ішінде жатыр деп комодтың үстінде тұрған шамаданды көрсетеді. Енді сол кезеңде өзіңді мақалаңнан оқыдым, сонда жаңағы әрбір шәкәрімнің әрбір дене мүшесін сантиметрлеп, миллиметрлеп өлшеп жазған екен, сол туралы айтып беріңізші. Сол күні кешке жақын көп ауылдың кісілері, ақсақалдар, туған туыс, көршілер бәрі жиналып, біреу жылап келіп, біреу қуанып, біреу әркім әрқалай қабылдап, жүрек жарықтай тілектер айтып, өшкен от қайта жанды дегендей болған ғой. Құран оқытылады ғой енді, яс беріліп. Сол күні кешке бәрі, және Шағатай атамыздың үйі 80-90 адам жиналатын үйге лық толып кеткен адам бірден. Сол күні одан кейін кешке қарай туыстардың, жақындардың бәрі тарағаннан кейін кішкентай бөлмеге, төрде тұрған кішкентай бөлмені Сарқыт апаменен Мінаш әжем ішін жуып тазалап, сол бөлмедегі столға шамаданды кіргізеді. Сол жерде Ахат атам өзіне өлшеуіш алдырып, Мінаш әжемді терезенің алдында тұрып, Мінаш әжем әр сүйектің сантиметрін бәрін өлшеп жазып тұрған. Міне сол Сарқыт апам метрін әкеп, әр бас сүйекті бәрін өлшеп тұрған. Ахат атам өлшеп айтып тұрған, Мінаш әжем жазып тұрған. Сол кезде бас шеңберін 53 сантиметр, маңдайдан қара құсқа дейін 31 сантиметр, ортан жілік 48 сантиметр, жамбас сүйек ұзындығы 26 сантиметр, бас сүйек ұзындығы 19 сантиметр деп айтып тұрады. Ал әжем бәрін қағазға түсіріп жазып тұрған. Сол жерде тұрған кез Ахат атам мүк басқан бір көкшіл затты көрсетеді Мінаш әжеме. Мінаш, мына қара, мына шеміршекке екінші атылған оқ төстен тиіп, омыртқаны қанатын сындырып, үгітіп жіберіпті деп. Бұның бәрі әрине Нұргүл Әлішерқызы, бұның барлығы тарихи шындықтар. Жаңағы Мінаш апаңыздың жазып қалдырған естеліктері ғой, жаңа көзбен көрген дерек. Бұл дерек көзмен жұмыс жасау деген енді бір үлкен дүние, өте бір тамаша дүниелерді тарихта қалдырып отыр. Енді сол үйде өстің ғой өзің, сол үйде өскенсің. Мен өзім сол үйде өстім. Сол үйде бүкіл Ысқақ ұрпақтарының бәрі сол үйде өсті. Ол үйде 58 жылы Ахат атам Оғашекті Жидебай музейінде тұрған. Кейін 58 жылы Ахат атам сол үйді өзі салып, бала шағасымен әкем сол кісінің қолында өсті. Бәрі сол үйге көшіп келеді. Ертесінде Шәкәрім атамыздың сүйегін жерлейтін кезде өте көп адам жиналған, ас беріліп, жаназасын шығарған, Құран қатым түсірілген. Сол Құран қатым түсірілген кезде Сарқыт әжем жоқтау айтып жылаған кезде берік болып жүрген, мықты деген Ахат атам дауыс шығарып жылаған кезде сол жерде отырған халықтың бәрі көз жасын алған.
сол асылдың сынығы бір туар адам 30 жыл бойы иесіз құдықта жатып қалғанын өзі бір тарихтың алдында кешірілмес күнә еді. Халықтың өшкені, жаны өлген тірілді деген сөз осындайда айтылмай ма? Енді әрине ол кез саясаттың ықпалы болды, жабық қоғамда өмір сүрді адамдар. Тіпті сол қорыққаны соншалық сол құдықтың маңайына бара алмады ғой енді. Бара алмады, Құранға да бара алмайтын. Бара алмады, Енді бірақ қазір тәуелсіздік кезеңі міне сол Шәкәрімнің мұрасы жаңғырып жатыр, миллиондарға жетіп жатыр, халық көріп біліп жатыр, оқып жатыр мұраларды. Солардың сол қиналыстарының барлығы қазір біздің міне тәуелсіздік кезімізде жаңғырып халқына қайтадан жетіп жатыр. Бұл өте қуанышты жағдай, айналайын. Енді әрине Ахаттың өмірі күрделі болды, бірақ мақсат үлкен болды. Ол мақсатына жетті. Ағайын туыстары да міне жүректері орнына түсіп, ата-бабаларының жаңағы мұрасы халыққа жетіп жатқанына қуанып жатыр. Енді әрине күрделі заман, күрделі тағдыр, Зияттың тағдыры оңай болған жоқ. Ол сол жерде өте талантты ақын, талантты жас, маңайына халықты ұйымдастыра білген, оқытушылық қызмет атқарған дедік. Міне осында көрген оны шәкірттері бар. Мен осыдан 10 шақты жыл бұрын сол Шәкәрім қажының 150 жылдығына байланысты Зият Шәкәрімұлыны деген бір кітап шығарған едім. Осында міне сіздің жаңағы Зият атаңыздың өмірін білейін, қандай халыққа бұл қызмет жасаған адам екен деп мағлұмат аз кезеңде сол Қытайға барып, Алтай өңіріне барып, сол өмір сүрген жерлерді аралап, біраз деректер жинап қайтқан едім. Міне соның көрінісі ретінде сол Қытай жерінде Абай Шәкәрімнің мұрасын алып барған Зияттың жаңағы әлі де рухы тұрған сияқты, әлі де. Өйткені оның көзін көрген шәкірттер, оның көз көрген шәкірттері, даярлаған шәкірттер Зияттың кім болғаны туралы көп деректер айтады. Мысалы үшін, мынау кісі Қалдыбай Қанафин Зияттың шәкірті. Міне осы кісімен сөйлестік, әңгімелестік, Зияттың кім болғандығы жайында біраз деректер айтты. Кәдімгідей алдынан дәріс алған адам, шәкірті міне. Зияттың досы Мұсылманбек Төгісов. Бұл кісілерді өзі дерек, мен бұл кісіні жолықтырмадым, қайтыс болған екен ертеректе, досы үлкен ғой енді бұл кісі. Сонда бұл кісі тамаша Зият туралы дерек қалдырған екен. Оның мінезі туралы, оның әсем адам екені, ақындығы туралы көптеген деректер жазып қалдырған адамның бірі Мұсылманбек Төгісов деген ақсақалымыз. Мына Абылай Түгелбаев, әнші, ақын, актер, аудармашы. Мен бұл кісімен жолықтым. Бұл кісі осы Қазақстанға келген екен. Сонда хабарласып, кімнің Зияттың досы Нұсрат деген кісімен әңгімелесіп, сол Зият туралы біраз дүние жазып алған екен. Зияттың өлеңдерін, біразын осы кісінің қолынан алған едім. Бұл кісі ноталарға дейін берді Зияттікі деп. Міне осындай көптеген адамдар. Зияттың досы Әнуар Көкей деген ақсақал. Бұл кісі де сол, мен осы Алматыда жолықтым бұл кісіге. Зият туралы 95-тердегі кісі екен, досы болған, Зияттың кім болған туралы біраз ақпарат, мағлұмат берген кісі. Міне өзі талантты адамдар, барлығы де мұғалім болған, жаңағы Зиятты көзімен көрген кісілер. Міне осы кісілер туралы біз біраз ақпараттар алып қалдық. Енді мына жерде Шәкәрімнің ұрпақтары дедік. Осы мынау кітаптың ішіне енген еді. Жаңағы Ахат зайыбымен жасан кезеңдегі міне мынау отырған Мереке, міне Зияттың ұлы Мереке, жаңағы неге Қытай асып
сол жақта өмірге келіп, бер жаққа келіп, ұрпақтардың бәрі осында дедіңіз ғой өзіңіз. Міне осы мереке. Одан кейін мына Гүлләр, Шәкәрімнің қызы Гүлләр. Мына сол Гүлләрдің туысқандарымен түскен суреті. Бұл Гүлләр өте талантты, тамаша, әдемі, ұзын бойлы, ақындығы бар, сарқыншақ кенжем деп жақсы көрген екен Шәкәрім. Сонда жаңағы 31-ші жылы Шәкәрім қайтыс болғаннан кейін, атылғаннан кейін, ұрпақтарының бәрін қамап, қуғынға болғанда бұл Гүлләрді 16-17 жастағы қыз баланы түрмеге тығады. Әбден қорлыққа, зорлыққа шыдамай бұл да уышы бөлмекші болады. Бірақ маңайындағы адамдар сүт беріп бұны құтқарып қалады. Сонда бұл тарихта әкесіне арналған жоқтауы жазған адам керемет ақын екен, талантты. Әкесінің бүкіл жаңағы кім болғаны, қандай адам екені туралы айтып, тарихта қалдырған адам. Сонда жаңа сіз айтыңыз, Ахатты айттық, Зият, Қабыш, Ғафурды, бәрі талантты адамдар болған ғой. Қабыш та керемет ақын болған ол. Сонда Ахаттың өзі жоғары бағалаған, менің Қабыш ағам осындай талантты ақын болған деп. Тәрбиелері керемет. Мақсаттары, бұлардың миссиясы Абай Шәкәрімнің мұраларын халыққа тапсыру болған. Міне осы дерек көздерге қарасаңыз енді керемет. Мынау суретте, міне жаңа сіз өткенде айттыңыз ғой әлгі Ахат ақсақал Ростовтағы ұлы қайтыс болғанда барады ғой. Сонда барғанда жамбасын мертігіп Қостанай аэропортында құлап ауырып 6 ай жатып қайтыс болады дедіңіз. Енді жалғыз ұлы мынау кімнің, жаңағы Ахаттың, Фзули деген ұлы. Одан кейінгі Фзулидің баласы қалған Дәулет, бірақ бір әйелінен бір екі қыз болған екен дейді. Енді ол мынау ұлдан жалғыз болғанға ұқсайды Дәулет. Міне осындай тағдырлы, күрделі тағдырды басынан кешкен адамдар ғой бұлардың бәрі. Бұлардың барлығының мақсаттары халыққа жаңағы қызмет жасау болған. Қиындыққа қарамай, қайсар мінездері, сөйтіп жүріп мейірімді, сөйтіп жүріп туысқандарына да мейірімді. Міне осы жағына сіз жақсы білесіз ғой, енді туысқандарыңыз айтып отырады ғой. Ахат ата негізі өзі 3 рет үйленген екен. Бірінші алған әйелі Сағиланы, о кісі өзі заман өзгеріп, байдың тұқымы деп сотталар жылдары өзі басына бостандық беріп, о кісіден кетеді. Кейін сотталып, кейін қайтадан өз еліне оралған кезде Кәделі деген апамызды алады. Кәделі апамыз Сара деген қызымен келген, сол Сара деген қызын өзінің атына жаздырбаған Ахат атам. Кәделі апамыз бірнеше бала құрсақ көтерсе де бәрі шетінеп кетіп, кейін тек қана 42-ші жылы туылған Физули ғана аман қалған. Одан кейін Кәделі 68-ші жылы дүниеден озады да, бұл Ахат атам Батима деген апамызды алады. Батима апамызбенен өмірден өткенше 16 жыл бойы бірге тұрған. Сосын мына Батима апаңыздың да естелігі бар жазып қалдырған. Ол да бір үлкен дүние. Одан кейін Шәкәрім ата 84 жылы Ресейде тұрып қалған Физули ұлының қазасын естиді де, Ахат атам Физули ұлының мезгілсіз қайтыс болғанын естіп, Сара қызы екеуі сол жаққа барады. Сол жақтан қайтып жер қойнауына баласын тапсырып келе жатқан кезде Қостанай аэропортында тайып құлап, жамбасын сындырады. Керемет, мықты, ештеңкеге берілмейтін тұлға баласын жалғыз тұяғын жоғалтқан кезде қатты қайғыға түсіп, сондай күрт сынып жатып қалып, сол жылы өзі қайтыс болады. Мынау жаңағы 150 жылдығында Шәкәрімнің қазының Әли Ақбаров деген үлкен ғалым Қарағандыда. Сол кісі екеуміз Шәкәрімнің дарынды ұрпақтары деген кітап шығарған едік.
осында ахат туралы жазды ол кісі. Ахатты жақсы көзі көрген, ахатты білген, ахаттың ақындығын ашып жазады. Өте мықты ақын болған ол. Ол да бір арнайы кейін айтылатын дүние. Зияттың ақындығы, Зияттың бұлардың барлығы абай танушы, шәкәрім танушылар осы өзі, туысқандары. Мінәш апаңыз бар, ахат бар, жаңа Зият бар, барлығы абай мұрасын терең түсінген, шәкәрім мұрасын терең түсінген адамдар. Әрқайсысы осының тарихын білген адамдар. Сондықтан біз қазір кезеңде бұларға өз жолдарын айтуымыз керек сияқты. Бұлардың абайды терең білетіндігі, шәкәрімді терең біліп, бізге жеткізуші адамдар екендігін. Аз ғана хабарда бұл сияқты дарынды ұрпақтарын шәкәрімнің тереңнен айтып, уақыттың жетпеу мөлшеріне байланысты бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Болашақта тағы да бірнеше хабар болады деп ойлаймыз. Сондықтан Нұргүл ханым бүгін келіп біздің студиямызға тамаша дерек көздерін көрсеткеніңізге алғыс айтамыз. Қызметіңізге табыс тілейміз. Бабалардың аманатын әрі қарай орындап, зерттеп, халыққа жеткізе беріңіз деген тілек айтпақшымыз. Сау болыңыз. Рахмет. Әркімнің өзінің рухани жан дүниесін байытар, бір әдеби асыл мұраның иесі әрқашанда өзіне ыстық болып көрінеді ғой. Солардың бірі бір 8 қырлы, бір сырлы адам маған өзіме Ахат ата. Ол кісінің ол кісімен мен тек мақтанып қана қоймай, ол кісіге туыс ретінде мақтанып қана қоймай, ол кісіге таң қалам. Және де ол кісі қаншама азапты өмір көрседі, сынбай, берілмей, баланың әкеге деген махаббаты, баланың әкеге деген перзенттік борышы, және де баланың әкеге деген құрметін бір үлгі тұтам. Сол кісіден үлгі алам, және де осы Ахат атам сияқты ұрпақ көп болса екен деймін. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын аяқтаймыз. Сау, сәлемет болыңыздар.